көбіміз қан қысымымыз жоғары болып тұрса да жүре береміз, мән бермейміз, дәрімізді толық ішпейміз, салауатты өмір салтын ұстамаймыз. Бірақ енді қараңыздар, бұл жоғары қан қысымын, яғни гипертонияны, артериалдық гипертензияны үнсіз өлтіруші деп атайды. Себебі сіздің жылдар бойы қысымыңыз көтеріліп жүре береді, сізге белгілері білінбеуі де мүмкін, оған үйреніп кетуі де мүмкін организміңіз, бірақ ол біртіндеп сіздің маңызды органдарыңызды зақымдайды. Бірінші жүрек. Жүрекке келетін болсақ, жүректегі сол қарышаның қабырғасы қалыңдайды. Яғни жүрек деген бізде жүрек 4 камера тұрады. Соның ішіндегі төменгі сол жағындағы қарынша қабырғасы қалыңдап кетеді. Жүректің қуыстары кеңейеді. Соның әсерінен жүректе миокард инфаркті, жүректің жеткіліксіздігі, жүрек ритмінің бұзылыстары, яғни аритмиялар, қарыншалардың фибрилляциясы, даму қаупі жоғарылайды. Бұл мезгілден тыс өлімге алып келеді. Екінші, бас миына келетін болсақ, бас ми қан айналымының бұзылуы болады. Есте сақтау мен зейіннің төмендеуі, энцефалопатия, геморрагиялық немесе ишемиялық инсульт болады. Немесе транзиторлық ишемиялық атака кездеседі. Үшінші, маңызды органның бірі бұл бүйрек. Бүйректерде қан айналымы бұзылады. Одан бүйректің жасушаларында нефросклероз кездеседі. Бүйрек өз қызметін атқара алмайды да, соның әсерінен созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі дамиды. Одан кейін көз. Көз бұл кезде көздің түбіріндегі қан тамырлары зақымдалады. Ол қан тамыр зақымдалғандықтан тромбоз, көзге қан құйылу, торлы қабықтың зақымдалуы, даму қаупі жоғарылайды. Соның әсерінен көрудің төмендеуі, жарық сезудің төмендеуі, ол асқына келе соқырлыққа алып келеді. Одан кейінгі зақымдайтын мүшелері ол қан тамырлары. Қан тамырлары ұсақ капиллярлардың тарылуы, олардың қабырғасы қалыңдап кетеді. Қалыңдап кеткендіктен қан тамырлар майысуға бейімділігі төмендейді де сынғыш болып келеді. Қан айналымының бұзылуы болады. Белгілі бір факторлар әсер еткенде, мысалы стресс болғанда, қан тамырлар өз қызметін атқара алмайды да, қысым тез жоғарылап кетеді, яғни гипертониялық криз алып келеді. Гипертониялық криз кез келген жаста болуы мүмкін, әсіресе 30-40 жаста жиі кездеседі. Бұл гипертонияны анықтаудың ең қарапайым, оңай әдісі, арзан әдісі ол күнделікті түрде тонометрмен қан қысымын 2 рет өлшеп отыру керек. Таңертең және кешке өлшеп отырған дұрыс. Егер 140-та 90-нан жиі жоғары сандар болатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге көрінуіңіз керек. Соған сай салауатты өмір салтын ұстап, ем қабылдауыңыз керек. Артериялық гипертензия кезінде өздігінен емделу дегенді қою керек. Қан қысымыңыз жоғары болған кезде дәрігер сіздің ағзаңызды дұрыстап қарап, тексеріп, анализдер тапсыртып, содан кейін барып, соған сай сізге сәйкес келетін дәрі-дәрілік емдер береді.